Қайырлы күн 8-ші сынып білім алушылары. Қазақстан тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы қазақстандықтардың ұлы отан соғысы шайқастарына қатысуы деп аталады. Бұл осы аттас өткен сабағымыздың жалғасы болып табылады. Сабақтың барысында сіздермен бірге ұлы отан соғысы кезінде қазақстандық жауынгерлердің қандай майдандардағы ерліктерінің маңызды рөл атқарғанына баға беретін боламыз. Алдымен экранға назар аударып, тақырыпқа қатысты әнді зейін қойып тыңдайық. Қар жамылған кең дала, атай ханаға гүрілдейді садаспан, өлім төгіп жас қазақ мұрттай ұшты уралып. Жанан ғияп кет алмай, жас өмірден асқақтаған арманға өрмелеумен жас қазақ жатты көзі от жайнап. Ала-ла-лай-лай, ала-ла-ла-ла-ла, хали-ла-лай-лай, али-ла-лай-лай, хали-ла-лай-лай, хай-лай-ли-лай-лай, сол бетінде жан беріп, арышын әйелі
lay Halide lay lay Hay layli lay lay La 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 lay Тапсырма. Берілген мәтінді оқып, келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші, мәтін кім туралы? Екінші, оқиға қай уақытта және қандай жерде болған? Үшінші, оқиға кейіпкері қандай ерлік жасады? Төртінші, оқиға кейіпкері кейінгі ұрпақтың есінде қалу үшін қарулас досы не істеді? Тапсырма. 4 топқа бөлініп, экранда берілген мәтінді мұқият оқыңыздар. Және Ұлы Отан соғысында қазақстандық жауынгерлердің қандай ерліктермен көзге түскенін анықтап, нақты дәлелдер келтіріңіздер. Тапсырма. Экранда берілген мәтінді мұқият оқыңыздар. Және қазақ батырларының ерліктері неліктен өз уақытында бағасын алмағанына талдау жасаңыздар. Тапсырма. 19 ғасырда өмір сүрген ақын, ұлт-азаттық көтерілістің басшысы Махамбет Өтемісұлының «Ереуіл атқа ер салмай» атты өлеңінің Ұлы Отан соғысы жылдарындағы маңыздылығы қандай болды деп ойлайсыз? Мысалдар келтіріңіздер. Тапсырма. Алған білімімізді бекіту үшін тест тапсырмаларын орындайық. Дұрыс жауапты табыңыздар. Үйге тапсырма. Олар «Отан үшін шайқаста» атты тақырыпқа эссе жазыңыздар.